Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осында жұп-жұмсақ, влажный болып шығатын шоколадный пирог жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді өткізіп алмас үшін. Келесі видеомда осында асқабақ қосылған нан жасайтын боламыз. Осы нанды жасап көріңіздер. Асқабақ негізі пайдалы ғой. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Ал кеттік, енді бастаймыз. Алдын ала барлық ингредиентті дайындап аламыз. Ұнымыз, сүтіміз, қантымыз, сұйық май, какао, разрыхлитель, сосын менде жұмыртқа. Жұмыртқаны миксердің көмегімен жақсылап көпіртеміз 2 есе ұлғайғанша. Сосын үстіне қантымызды салып, тағы да миксердің көмегімен қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің жұмыртқа мен қантымызды жақсылап көпіртіп алдық. Енді үстіне сүтімізді, сосын сұйық майымызды құйып, тағы да миксердің көмегімен араластырып жібереміз. Алдын ала иліктен өткізілген ұнымызды саламыз, сосын үстіне какаомыз бен разрыхлительді салып, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Осында шет-шеттерін лопатаның көмегімен жинап, тағы да 1-2 рет миксердің көмегімен араластырып жібереміз. Алдын ала пешімізді қосып қоямыз да, мен әсел пештің табасына пісіретін боламын. Әсел пештің табасын майлап жібереміз да, асты жабысып қалмас үшін. Сосын сұйықтығымызды құйып, барлығын табаны 1-2 рет ұрып жібереміз. 180 градуста пісіреміз. Біздің пирогымыз піскенше енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға какаомызды құямыз, үстіне сүтімізді, қантымызды, сұйық майымызды барлығын құйып, лопатаның көмегімен, немесе венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша барлығы. Сосын осы массамызды отқа қойып қайнататын боламыз. Араластырып тұрыңыздар. Міне, менде уже қайнап шықты, уже дайын деген сөз. Енді бұны кішкене суытатын боламыз. Пісіп тұрған пирогымызды алдын ала пышақпен кесіп аламыз да, осы сұйықтың барлығын құятын боламыз. Сол кезінде ішіне сіңеді, әдемі болып шығады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің отбасыма ұнады, балдарым барлығын сүйсіне жеп қойды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Көріп тұрғаныңыздай, менің осы пирогым влажный, шоколадный, жұп-жұмсақ болып шықты ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер.